Ілтипат. Бекет атаның тұтас тұрғыласы Бейнеу бабамыз өз күшімен күнелткен қарапайым шаруа адамы болыпты. Оның ең бір ерекше қасиеті ерінуді білмейтін еңбекқорлығы екен. Бейнеудің қонысы ең даладағы жалғыз үй болған деседі. Ары бері өткендермен арып ашып жол шегіп алыстан шаршап шалдығып келе жатқан адамдардың ат шалдырып аялдайтын тұсы Бейнеудің үйі болыпты. Жапан далада жан баласы көзге түспей зарығып жеткен жолаушы байғұстың жан шақырып қуат жиятын құтты ордасы болған Бейнеу шаңырағы қонақ жайлылығымен маңайдағы елге мағлұм болады. Бейнеудің көзі тірісінде-ақ сол аймақты жергілікті жұрт Бейнеу маңы, Бейнеудің жері деп атап кетіпті. Бейнеуді Бекет ата да қадір тұтып, қатты құрметтейді екен. Қаймана қазақ жөн сұразып, қайда келе жатырсыз дер болса, Бейнеуден келе жатырмын. Қайда бара жатырсыз десе, Бейнеуге барам деп асқақ үнмен айтады екен. Бекет әулиенің Бейнеуге деген ынта ықыласын қызғанып, күндеушілермен Бекетке беріле құлдық ұратындар мұнысын қош көрмей, қонысқа жаңа ат қою жөнінде қолқа салып, «Уа, әулием, Бейнеуден гөрі беделіңіз биік қой. Сіздің қасыңызда Бейнеу кім болыпты? Сондықтан осы жерді сіздің есіміңізбен атаса қалай болар екен» деп ұсыныс білдіргенде атамыз, «Жоқ қарақтарым, олай етуге болмайды. Ары өткен бері өткеннің атын тынықтырып, адамын тоғайтып, ақ жүрегімен алдына ақ дастархан жайғаннан өзге оның жазығы бар ма? Бір кісі болса, Бейнеуде ақ болсын. Керек десе, Бейнеуге бұл ықыластың өзі аздық етеді. Әуелі өздерің Бейнеудей болып алыңдар. Ел берген есімге мен билік айта алмайым» деп берекесіздердің бетін қайтарып тастапты. Адамға деген адалдық, ізгілік пен ілтипат, кісіге деген кіші пейілдіктің үлгісі осындай-ақ болар. Бүгінде Маңғыстау облысында Бейнеу бабамыздың атында басқаны былай қойғанда бір емес екі бірде елді мекен бар. Оның бірі ескі Бейнеу делінсе, бірі жай ғана Бейнеу деп аталады. Екінші Бейнеу білдей бір ауданның орталығы, қала типтес. Аудан атына да Бейнеу есімі берілген. Ескі Бейнеуде де ел бар, азын шоғын адай перзенттері тұрады. Ең бастысы, ер Бекеттің мешіті мен ескі қорымдар да осында. Бекет ата кітабынан үзінді.